Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Бұл шаблон менің веб каналымдағы шаблон. Қазір сборкасын жасап көрсететін боламын. Бұл шаблонның ішіне сіздер 3 птичье молоко немесе финики салсаңыз да болады. Міне мен уже распечаткадан шығарып алдым фотобумагаға. Фотобумаганың қалыңдығы бұл видеода 200 грамм. Сіздер 180, 200, 220, 230 граммдық қағазға шығарсаңыздар болады. Міне әр түрлі түрлері бар. Жазуымен де жазусыз да бар. Қазір осының ішінен біреуін таңдап, соған сборкасын жасайтын боламыз. Барлық шаблондардың сборкасы бірдей, именно осының. Суреттері әр түрлі болғанымен, барлық шаблонның сборкасы бірдей. Қазір біреуін таңдап алып, сіздерге көрсететін боламын. Міне қазір бір шаблонымды таңдап алдым. Қазір линиясы бойынша барлығын қиып шығатын боламыз. Міне линия дегені жаңағы ақ жерін кесіп тастайсыз да, чисто жаңағы көк шаблоны қалу керек. Жаңа сызықтары барлығы көрініп тұр. Міне линиясы бойынша барлығын қиып шығып жатырмын. Тек қана көк сызықтарын ғана қалдырып, ақ сызықтарын кесіп тастаймыз. Міне осында птичье молоко ішіне саласыздар. Сразу заранее дайындап қойдым. Птичье молоконың оберткасы менде 115 граммдық фотобумага, 90 граммдық, 100 граммдық, 115 граммдық фотобумагаға шығара берсеңіз болады. Ал именно коробочкасы 180 граммнан жоғары болған дұрыс. Фотобумаганың қалыңдығы. Енді қазір линиялар барлығы көрініп тұр. Сол майыстыратын жерінен беговка жасайсыз. Беговканы жазбайтын ручкамен, жаңағы крючокпен, немесе мен сияқты канцелярский ножбен жасауға болады. Бірақ канцелярский ножбен жұмыс істеген кезде қатты батырмаңыздар, өйткені қағазыңызды жыртып кетуі мүмкін. Қағазды кішкене сезу керек. Сосын міне қараңыздар, беговка жасап болғаннан кейін біздің шаблонымыз күшті майысады прям. Егер де беговкасы дұрыс болмаса, шаблоныңыз да қисық-қисық болып дұрыс шықпауы мүмкін. Мен всегда барлығын айтам, шаблонды бірінші шығарасыз, линиясы бойынша барлығын қиясыз, беговкасын жасап, майыстырғаннан кейін уже сразу көрініп тұрады шаблонды қалай жинау керек екендігі. Жаңағы беговка жасап болғаннан кейін сразу майыстырасыз. Майыстырғанда уже сізде осылай формасы шығып тұрады. Енді міне нау жерін обязательно дұрыс қарау керек. Ана екі шетін ішіне кіргіздім и былай нау шетін қыса салдым. Осы жеріне клей жағасыз, енді екі шетіне клей жағамыз. Қазір дұрыстап көрсетейін. Міне нау шетіне клейді жағамын. Крышкасына ештеңе жабыстырмайсыз, крышкасын теспейсіз. Міне нау шетіне клейді жабыстырдым. Екі шетін кигіздім. Міне былай. Видеоны ускорить етпеймін, чтобы көрсін деп. Асықпай істеп жатырмын. Міне осылай қоямызды и осылай қыса саласыз. Өте оңай сборкасы бұл шаблонның. Міне нау шетін жабыстырып болғаннан кейін енді қазір екі боковой сторонасына клей жағамыз. Нау шетін ішіне қарай кигізесіз, екі боковой стенкасын астына қарай жібересіз. Міне боковой екі шетіне клейді жағып жатырмын. Нау шетіне жақтым и сразу нау шетіне жағамын. Енді қазір нау шетін ішіне қарай кигізесіз. Міне нау. И осылай қыса саласыз. Бұл жерде тек қана беговкасын дұрыс жасасаңыздар, онда барлық шаблон дұрыс шығады. Беговкасын дұрыс жасау керек, және де шаблоныңызды дұрыстап қисаңыздар. Ал міне біздің уже шаблон дайын, тек қана ішіне қазір птичье молоко салу керек. Мен уже птичье молоколарымды дайындап қойдым. Барлықтарыңыз уже білесіздер, птичье молоконың оберткасын қалай жабыстыру керек екені. Менде самоклеющий емес, жай ғана осындай обычный фотобумага, бірақ граммы кішкене жұқалау. 115 граммдық фотобумага. Міне осылай енді жаба саласыз, болды. Міне осылай қонақтарыңызға берсеңіздер күшті көрінеді. Кішкентай ғанақ и өзі әп-әдемі көрінеді. Міне ашқанда осындай болып көрінеді. Көрдіңіз ба, егер де линияларын барлығын дұрыс қисаңыздар, шаблоныңыз прям әп-әдемі болып тұрады. Менде фотобумага жаңағы айтқандай глянцевая фотобумага, двухсторонняя фотобумага емес, менде односторонняя фотобумага, ішкі жағы матовый, ал сыртқы жағы глянцевый. Без разницы, двухсторонняя матовая болса да, односторонняя матовая болса да. Міне біздің шаблонымыз енді толықтай дайын. Бұл шаблондар менің веб каналымдағы шаблондар. Егер де сіздер осындай әдемі шаблондарды алғыңыз келсе, онда астында комментарийда толық ақпарат жазылып тұрады. Всем пока!